Жалпы керемет болды кешегі тренинг төсеке, Алла разы болсын. Тек алға осылай жақсы нәрсені үйретуден жалықпаңыз. Негізі бұл үлкен құндылық қой. Бұны түсінсе, тыңдаған жан, тыңдамаған адамдарға енді бұл арман ғой енді. Бұны білетін адамдар әрине жақсы. Білмей өмірден өтіп кету үлкен қасірет. Енді мен жалпы өзім жеке өмірімде мына бір Ясин сүресімен, Құран сүресімен бір адам қатты қиналып жатты енді жан алған кезде. Соған бардым. Ол енді рак ауруымен ұшыраған екен, сондай көп төсек тартып жатып қалған. Кейін енді мен өзім психология жағынан да өзімді дамытып жетілдірген адаммын ғой. Оның басына дінмен ұштастыра білдім де енді. Сөйтіп жеке жаңағы несін естедім жаңағы. Жеке өмірімен таныса бастадым. Сұрап балаларынан қалай болды, не болды деймекші. Сөйтіп ол інісі екен, ағасына қатты ренжулі екен. 10 жыл дейді, тіпті 12 жыл дейді. Жаңағы араласпай кеткен екен. Енді қалай десем бар, бір-біріне хабарласпайды, бір-бірінің жаңағы қуаныштарына келмейді, қайғыларын, қиындықтарын бөліспейді. Сондай бір қатты ренжіп кеткен ғой енді бір-біріне. Бірақ енді арада болмайтын бір оқиға болған, оның бәрін ашып айтпай-ақ қойып. Қысқасы қатты қиналып жатыр. Дем салам. Сосын істеп, жаңа айттым, ағасын шақыр, ағасы кешірім сұрасын. Және кешірдім деп айтсын. Анау енді сөйлей алмайды, енді білесіздер ғой, жан тәсілімдегі адам. Сонда кәдімгі еңкілдеп ағасы жылады ғой. 12 жылдық кәдімгі не жатыр да жүрегінде. Қаттылық жатыр. Кәдімгі кек қалт болған ғой. Өкіріп жылап жіберді. Үлкен кісі ол, мысалы 60-ағы кісі, бірақ өкіріп жылап жіберді. Жаңа айттым да мен оған енді, бұл қиналып жатыр, сен қинап жатсың, неге олай ұзақ жүрсіңдер, болмайтын нәрсе үшін араласпай, құраласпай енді. Ағайын, бір анадан туылған бауырсыңдар ғой. Бәрін уағыз айтып түсіндіріп, жаңағы осы методиканы үйреттім да оған айтқанда, кешір методикасы. Сол кешірді, анау түсінгендей жылап бәрін. Одан кейін әйтеуір дұрыс соңғы демі шығып, сөйтіп дүниеден өтті да жүр. Енді бұл менің өмірімде көптеген енді кейстер бар ғой енді. Соның бірі, одан бөлек те кейстер келтіруге болады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, 3 күннен артық өкпе ренішті ұстауға болмайды мұсылман адам. Ол харам болады дейді. Сол себептен бұл да сол методиканың бір түрі ғой. Ол жүрекке ұстамау керек. Ол адам ауру болады. Көптеген аурулар айықпас сол кектің кесірінен өкпе реніш, ашуды іште ұстағанның себебінен болып жатыр да. Енді сондай бір құнды дүние кеше айтылды, оны осы түсінген қадам бойынша түсіне білген адамға.